Ассалаумағалейкум, қадірменді қауым, қадірменді әлеумет. Мынау енді құрбан айт мерекесі құтты болсын, қабыл болсын. Жасаған амал дуа тілектеріңіз қабыл болсын дейік. Енді мен бүгінгі темада сіздерге өткенде мен бір айтқам, рух жайлы айтамыз деп. Рух жайлы болмақ бүгінгі тема. Соныменен бұл Құранды игеру жолында жаратқан ие айтып өткеніміздей бұны үшке бөлді. Жан, тән, рух деп. Мен бұғанға дейін анау әруақтар жайлы, не жайлы айтып келдім да, енді бүгінгі темада рух жайлы қозғамақпын. Бұл өте күрделі, айтып өткенімдей үштік ілімнің үйлесімділігі өте күрделі, маған көмек керек деп айтқам. Бірақ көмексіз енді мен бұлай жалпы шолу ретінде айтып өтемін. Мына жерде көріп тұрсыздар, инкубационный механизм. Мінекей, мына яғында ми деген жазу. Ми, инкубационный механизм, мимен басқарылатын қоғам деген мағынаны білдіреді. Яғни шексіздік белгісі. Ал мына жерде жоғарғысы объединяющий деген нені білдіреді. 180-ден 0,81. Астыңғысы разъединяющий дейді. Разъединяющий. Осы ортаңғы вибрация негізінен алғанда рух танымын туғызады. 8 деген сан по вертикалю, по горизонталю деп бөлінеді. Мен өткенде айтқанымдай, анау ВОК деген серия бойынша формуласы 13 плюс 7 тең 20 деп. Енді по горизонталю цифра 7 деген қаяқтан шығады. Объединяющий, яғни тігінен тұрған кезде по вертикалу әлемде бұл 8 деген санды туғызады. 180-ден 0,81 деп мен айтып отырмын, ортаңғы вибрация. Құжаттамалық әдіс. Бұның негізгі ключевой индексі 0,1 деп беріледі. 0,1. Бұл яғни жаңағы 13 плюс 7 тең 20 сериясы бойынша до этого отключенный такты болып саналады. Сонда арасындағы бұл 9 циклдық переход қайда кетті? 0 менен 1-дің арасында, сосын 0 менен 10-ның арасын қамтиды бұл ілім. Өте күрделі ілім, секунд ішіндегі секунд. Анау жаңағы пайғамбарымызға түскен аяттың негізінде айтылады. Рух танымында сағанға дейінгі пайғамбарлардың барлығы адасты деп. Бұның адасу себептері енді бұлай айта берсек, айтып отырмыз ғой, қазіргі біздің измерениеда бұл енді құжаттамалық қағазға түсті дағыны, құжаттамалық әдіс, яғни жеке куәлік қағазбен, суретпен, голографияның разработкасы мәнінде шықты да, бұлар енді кәдімгі жеке жылдам есеп көру бар, басқадай дүниелер бар. Былайша айтқанда контроль дейміз ғой. Контрольдік жүйеге, мемлекет деген жүйеге, системаға осылайша енгізілді. Бұғанға дейінгісі, оны біздер білеміз, бұғанға дейінгісі Рим цифрлары негізінде таңбаланып, Рим цифры кезінде таңбаланып, бұл иудаизмдік танымменен тасқа қашалды ғой бұлардың бәрі. Тас дәуірі деп айтыла ма? Тас дәуірі деп айтылады. Сол жерде жаңағы мына Рим таңбалары бар. Одан қала берді көшпенділердің нелері бар. Содан кейін Рим нелерінде Рим әлемінің таңбалануына қарасаңыздар, бұл жерде мынандай үштік ілімнің несі, сіздер жақсы білесіздер, үш таяқша болып келеді да. Сонан кейін несі жаңағы 4 дегені, 5 деген вектор деген алгебралық бір не бар, таңба бар, векторлық таңба деген. Сондай немен белгіленеді. Мінекей Рим таңбаларында бұның өзі де бұл өз алдына жеке құпия дүние. Мінекей содан бері қарай келгеннен кейін бертін келе енді бұл жан, тән, рухқа бөлінгеннен кейін бұндағы тіл вибрациясының тіл параметрі 360 градус. Бұл жөнінде айттық, 360 градус. Яғни 360 градусқа кірген кезде, адам баласы трансқа кірген кезде не болады? Кез келген жерде отыра қалады дағыны, планетаның кез келген бұрышынан отыра қалады дағы, қолы жетпейтін, көзі жетпейтін дәлелдерді
тілге тиек етіп ұра береді. Иә, бұны айттық қой. Мысалы үшін бір кебінге тығаттағын ұра береді. Мысалы Америкадағы бәленше миллион адамның есебі бір кебінге тығатты ұра береді, жаңағы президенттікі Трамптың атыменен. Қытайдың миллиард кебінді алаттағыны бір неге Қытай деген кебіннің индексіне тығаттағын сонымен миллиардтың тағдырында бір кебінге тығып ұра береді. Мінекей сөйтіп жаңағындайлар ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білмейді олар. Жаңағы тіл параметріндегілер. Мінекей осыдан келеді дағыны жаңағыдай үлкен, былайша айтқанда, күнәлардың есігін ашады ғой. Ал ақиқатында ояқта не болып жатқанын біліп болмайсыз. Мінекей енді осы 360 градуста бүгінгі таңдағы технологиялық орында иеленген бұл тіл параметрінің несіне бұл уже радио бөлініп берілді. Радиовещание дейміз ғой. И телевидение 36-тан 036. Бұлардың разработчиктері қайдан шықты? Тілдің несі, былайша айтқан кезде енді анау мешіттегілер дәріптеу керек болатын болса, Алланы дәріптеу керек болса, олардың орны мешіт. Ал енді мына телевидение дегеннің разработкасы қайдан шыққан? Бұл кезінде мына Грекиядағы разработканың бір тармағының ішінде болған гладиаторлық ойын шоулар. Міне осылардың разработкалық ойын шоуларының ақыр соңы телевидение дегенді тәнді тамашалау негізінде осы телевидение өмірге келді. Біздің измерениеда осылай болып келді. Қазіргі шоулар, нелердің барлық түп атасы сонау Грекияның жерінен шығады. Енді осы разработкалардың барлығы мен айтып отырған разъединяющий факторды көміп, разъединяющий фактордың бүткіл функциясын мен айтып отырғанымдай ана жерге көмді дағы бұндағы болып жатқан табиғатпен байланысып жатқан разъединяющий дейміз, ыдырау факторын енді вертикалды әлемге шығарады. 0,1 деген серия бойынша по отключенному такту дейміз, осылай деп синтезделеді, 7 саны бойынша. Енді осыны мынау Ресейдің жерінде жаңағы 10 жылдық мектеп қалыптасты дедік қой. 10 жылдық мектепте бұны кәдімгі физика, математика, химия, биология тәндері бойынша тарау ретінде періштелер әлемінің ілімін жасайды ғой. Түсіндіңіздер ме? Періштелер әлемінің ілімі жасалады. Міне осы подключенныйдың до 16 жасқа дейін бұлар кәдімгі отключенный деп белгіленеді, сосын періштелер әлемінің ілімі жасалады. Осы 10 жылдық мектепті бітіріп шыққан кезде, енді айтып өткенімдей, бұл қалған 19, 61, 91 коды бойынша бұл жерде үштік ілімнің индексіне ілінеді ғой, тіркеледі. Енді айтып өттік қой, тіркеледі деп. Мінекей енді осының ішінде барлығы. Кім жаңағы математиканы игерді, кім жаңағы физиканы игерді, кім химияны түсіне алады, кім биологияны түсіне алады. Мінекей осы жерде кетеді. Енді бұны мына жаңағы кәпірлер әлемі дейміз ғой. Бұларды негізінен алғанда мына періштелер әлемі 7 иман сериясы бойынша бұлар қайдан шығып отыр? Міне 7 иман сериясы бойынша осы жерден шығады. Періштелерге иман келтіру. Енді олар дәріптеушілер емес, бұл жерде көптеген адасулар бар екенін білесіздер. Жаңағы мына кәпірлер деп намаз оқымайтын деп не қылады ғой, мына жаңағы мешіттегілер. Өйткені бұлар ғылымды жоққа шығарады. Ғылымның 1%-ын мінекей осы жерде мына мектепке салып отыр да, жаңағы көмілген көпшік отражениясын жердің астында дегендердің несі по вертикалю көз алдына қойылады да, разработкасы, былайша айтқанда танымы, болмысы бүткіл соған қатысты разъединяющий ыдырау факторының бүткіл элементтері табиғатпен байланыстырылады да, мінекей осы жерден келеді дағыны бұлардың барлығын түгел көз алдына қояды. Сосын тіл параметрі бойынша жарғанаттық ориентир дейміз. Жарғанаттық ориентир бойынша жаңа мен айтып өткенімдей, оны бір кебеннің ішіне тығады, бәрін ұра береді түгел, оңды солды. Мінекей бұлардың өзі жаңағы мына ангелы-хранители биологический корень статусын шығарып, бұларды жаңағы тән сериясы бойынша бөліктеу керек болды. Тән сериясы бойынша.
жан, тән, рух. Мінекей осы кезде мына рухтың контролі құжаттамалық әдіс негізінде система құрылды да. Мінекей қазір енді сол мемлекет деген системамен біз қазір өзіміз сондай системада өмір сүріп жатырық, құжатпенен байланып. Енді бұл жерде әруақ дегендер, сосын әруақ дегендер шығады бұның ішінен. Кезінде мен айтып кеттім, мына мемлекет деген құрылымда отбасы, жаңағы семьясы, отбасы менен, ауыл аймағы менен бірге әскерлер сол ауылдың ішінде болған ғой. Жаңағы тайпалық, рулық несінде индексі бойынша бұлар осының ішінде бірге сол отбасында қасында жүріп әскерлер қару асынып, бес қаруын асынып, садақ оғын асынып, сондай системада болған. Сонан кейін бұлардың әруақтың қалай өзгеріп, қалай атауы өзгеріп, солдатқа айналып, солдат деген таныммен одан кейін мемлекеттік масштаб, мына тіл иеленіп, бәрін 12 мүшені жайлап алып, мына Сүлейменге берілген кезде Сүлейменнің разработкасында бұл осындай мемлекет деген құрылым құрылды да, бүткіл әлем жаңағы мына шайтанды жынның мойнына мінгізді дағыны. Мінекей осындай танымдармен біз енді қияметке дейін жеттік. Енді қияметтен кейінгі идеологиялық негіз бойынша шайтанды жынның мойнынан түсіру идеологиясы мінекей осы жерде мына рух контролінен келіп шығады. Бұл жерде мына мемлекет деген системаны өздеріңіз ойлап көріңіздер. Мемлекет деген системаны жындарды басқару негізінде мойнына мініп алған шайтандар енді не істейді? Бұл жердегі плюсовой позицияны әскер құрылымын азан шақырылып қойылған есімдермен, құжаттамалармен бұлардың бәрін бағындырды дағыны, енді бұларды кәдімгі қолшоқпар сияқты жұмсайды. Бұл енді негізгі ақиқатын айта кету керек, қолшоқпар сияқты жұмсайды. Яғни мұндағы плюсовой позицияны минусқа айналдырып отыр да, бұлар енді кәдімгі зор система өздеріне қызмет еткеннен кейін бұның ақыр соңы қияметтік, конец келді дағыны, түрлі манипуляцияларға ұшыратылды. Бұның ақыр соңы, ақыр замандық миссия дейміз ғой енді. Ақыр замандық миссияның жалпы системасы енді бұлар бір-бірін жеу, манипуляция. Бұл мен манипуляция жөнінде айтқанымда бір белгілі бір салаларда ғана айттым. Фармацевтикалық манипуляция, медицина, Гиппократтың антынан тайып кетті. Құранда айтылады, негізінде Алланың атымен ант ішпеңдер дейді. Одан кейін мынау армия дейміз. Бұлар енді негізінде бұл армия жаңағы әруақтар, жындар системасы бойынша құрылған нәрсе. Армия бұл плюсовой позиция болып саналады. Енді оның жалпылама системасында алдыңғы роликте айтып кеттім ғой. Тілдің әміріне тәніңіз бағынып тұр. Осы негізінде бұларда кәдімгі мына шайтани индекстер, ту көтергендер, мемлекетті қорғауымыз керек деп кәдімгі манипуляциялық 360 градус вибрацияда әскерлерді құрып, пушечный мясо жасап жатыр ғой. Сол арқылы өздерінің ордендер, медальдар, марапаттар қағазбен мінекей сондай бір атақ, даңқ иеленіп, мінекей бұлар кәдімгі билікті ұстап отыр қазір. Бұны жақсы білесіздер. Мына нені Союз тарағаннан кейін, тәуелсіздік деп алғаннан кейін, тәуелсіздіктің өзі ақырында бұл тажалдың разработкасын шығарды деп айтып отырмын ғой, Назарбаев атамыз. Нұрсұлтан Назарбаев. Бұл тажалдың разработкасын. Енді бұның жаңағы мемлекеттегі мүдденің барлығын түгел жекеменшікке сатып жіберді дағыны. Ал енді жекеменшіктегілер уже бітті. Бұлар дүниені зікір еткендер болып саналады. Дүниені зікір еткен шайтандар. Бұның ақыр соңын Трамп алатын болсақ, мен аны өткендегі ролигімде де айтып кеттім. Бұлар келді дағыны. Енді жаңағы мынау Эпштейн синдромын шығарды. Әнекей көрдіңіздер, бұларға уже сенген кезде мемлекет деген дүниенің өзін дәлелдеуге тура келеді. Соныменен бұл рух дегеніміз не нәрсе? Рух деген мен талданады деп айттым. X неизвестный, Y известный. Азан шақырылып қойылған атыңыз X неизвестный, белгісіз. R деген бұл тілдік функцияда R болып оқылады, бірақ неде математикалық контроль, яғни математикалық есептеулер негізінде жарық жылдамдығы бар, фотондық жылдамдық, жарық жылдамдығының есебі, Алла тағаланың жылдам есеп көру несі бойынша бұлар ыр деп оқылады, дух Бога деп айтылады. Енді бұл жерде көк деген ақиқаттан айтылмайды.
енді айтайын десе ойлары жетпейді. Мындағы түсіріп жатқан, шығарып жатқан роликтерге пікір жаз десе не пікір жаза алмайды, не оны ұстай алмайды. Мінекей сөйтіп есеңгіреп қалған қоғамға келіп отырмыз. Оны жаңағыдай пікір қосайын десе ойлары планетарный масштабқа жетпейді. Алла деп оғанда жабысып қалған микрокосмостық ілімге. Інжілді айтайын десе, ол жаңағы көз алдына человек измерениясымен орыс болып тұр. Мінекей осындай абдыраулыққа, осындай бір қалай десе болады, есеңгіреген есер қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Рух контролінің өзі, былайша айтқан кезде, құжаттамалық паспорттық системада, бұл кәдімгі үлкен вибрациялық қой. Бүткіл Қазақстанның қанша, 20 миллион ба, 18 миллион халық ба, соның бәрі қазіргі мына құжаттамалық системада байланып тұр ғой түгел. Көрдіңіз бе, бұның бәрі ментальды қабатты құрады дағының бір-бірінен бұлар кете алмайды уже. Мінекей қазіргі система осындай дәрежеде тұр. Ал рух дегеніміз, енді біреулер оны сипаттайды, оны бейнелейді, ол олай емес. Ол бейнелейтін дүние немесе тәннен ұшып шығып көкке шығып кетеді дейді. Бұл айтып отырғаным жаңағы мінекей отражение, звездно-космический сигнальный, копщиковое отражение деп айтып жатырмын. Мінекей бұның ішінде жерге көмілгеннен кейін бұлардың ішінде, бұл разработканың ішінде толып жатыр. Клиникалық өлім деген бар. Қабір азабы деп аталады. Клиникалық өлім. Сосын не деген бар? Көр азабы деген бар. Қабір азабы дегенде бұл клиникалық өлім, мына тұрып жатқан үйіңіздің индексінде арналған нәрсе. Оны К1 деген алфавитный таңбасы К деп жазылады да. Сосын кейін цифровой, кәдімгі химия, Менделеевтің таблицасында жазылып тұр ғой, бірінші алфавитный буква түседі да, етек жағына цифр жазылады. Мінекей содан кетіп қалған нәрсе бұл. Қ1 деп нені бірге оқысаңыз, цифрмен әріпті бірге оқысаңыз, сондай сөз шығады, қазақтың сөзі шығады. С1 десеңіз, сабыр, жыбыр, дыбыр, дүбір деген негізгі мағыналы кете береді осылай. Мінекей бізде жаңа мен айтып кеттім ғой, осы себептен де біздегі мына ілім ата-бабада біздің генетика кодымызға салынған ілім немен сөйлейді деп. Өлісі де тірісі де түгел. Адам басымен сөйлейді, kopшик ілімімен сөйлейді. Жаңағы не себепте бұл 7 саны бойынша, 7 санына, о дүние жердің астында, жаңағы қабірге нәңкүр-мүңкір кіреді, содан кейін сұрақ алады деген кезде бұлардың бәрі түгел вертикалды әлемде, разработкасы вертикалды әлемде көз алдыңызда тұр. Бірақ неге көмілгеннен кейін осыған сенгендерді, иланғандарды салтымыз деп ұстанғаннан кейін мына kopшикті жинау, қыз баланың Иса ілімін меңгеру, қиямет күнінде Иса ілімін меңгеру жолында бұлардың жағаласпауы, яғни конструкцияны көтеріп тұрған тән сериясы бойынша кету керек болған. Мінекей осыған уже мына тән сериясын бөлектеген кезде, міне осы 7 санын осылайша жасады. Яғни 7 шелпек пісіруі бар, өздерінің наным сенімдері бар. Әр уақытта анау тылсым әлемде оларды кәдімгі манипуляция жасап, көбейтіп, ұлғайтып, түгел жаңағы өмірден өткен памятінде қалған дүниемен уже бұлар кәдімгі Құранға жақындай алмайды, өйткені тән сериясы бойынша қалады. Түсінікті ғой? Мінекей бұлардың негізі жаңа көміп, мұсылманша жерлеу деп, бұлардың кәдімгі түс көруі бар, басқасы бар, анау тылсымнан бақсылық мәнер бар, музыка бар, 7 нота бар, бұның бәрі кіреді бұның ішіне, лазинеющий факторда. Бірақ бұның разработкасын вертикалды әлемде ондықтар иеленген бұны. Өйткені ғылымның 100% үлесін толықтай шығару үшін істелінген бұл. Бұны білгендеріңіз үшін. Енді бұл жерде тағы бір айтатын өте бір күрделі мәселе бар. 4 әйелді не үшін белгілеген? Шариғат ұстанымында 4 әйелді. Бұның да темасы өз алдына бөлек, бірақ мен бір жалпы сипатын айта кетейін. Бұл негізінде исламдық фундаментализмді жасау үшін істелінген. Бұл 4 кітаптың өкілінен болу керек еді, бірақ қияметке дейінгі не бар, жаңағы тема бар, аят бар Құранда. Сендерді барлық мен
жоқтықпен, аштықпен барлық жағынан сынаймыз дейді. Міне осы сынаққа мына адамдар осы негізде кіріп кетті. Кіргізілді қияметке дейін. Ал енді мына құжаттамалық системаға келген кезде 4 әйеліңіз бұл шариғат талабына сыймайды. Неге? Өйткені біреулер оны өз массасынан алды. Өз массасынан көбейтті. Ал енді біреулер оны жаңағыдай әрбір ұлттан алуға тиіс еді. Біреулер енді оны өз массасынан болғанда жақын туысына кетіп қалды. Міне пайғамбарымыз осылай істегенде. Бірақ ішкі әлеммен санаспады, мен айтып кеттім. Ішкі әлеммен санасу керек еді. Мына қазақтың 7 аталық қан тазалығындағы системамен, қопшығылыменен қожайындары. Мінекей бұл жерде мына 4 әйелдің негізгісі, соңғы разработкасы Иса ілімін меңгеріп, бұл жерде передача копшик дистанционная трансформация туылмаған. Осы нәрсені өздеріне серік қосу негізінде бұл измерение ақырында келді өмірге. 4 әйелге бұлар қалай ие болады? Ертеңгі күні бұның исламдық фундаментализмі осы 4 әйелдің негізінде 4 кітаптың өкілінен болу керек еді. Қияметке дейін. Осы сынақты басынан өткергендер бұл өмірде бар. Бірақ бұлардың жалпылама орны бүгінгі таңда ықыластан болатынын олар әлі білмеуі де мүмкін. Сосын жұмақ пен тозаққа бөліну деген кезде бұл жерде азан шақырылып қойылған есімдер болмайды. Адам деген серияға жұмыс істейді. Яғни құжаттамалық әдістер алынып тасталынып жойылады. Сосын жаңағы мына передача копшик дистанционная трансформация бесконтактный плодство дейді. Мінекей осыны жүзеге асыру негізінде аталмыш осы ықылас комплексінің разработкалық мәндері осы негізде жүреді. Енді хорғыздары дейміз. Хорғыздары дегенде бұл бүгінгі таңда разработкасын айтып отырмын. Шықты, измерениесі келді өмірге. Қуыршақ қыздар. Қыз балалардың боянатындары, не қылатындары, мінекей соның қуыршақ қыздардың рөлінде жүргендер ғой. Боянат, қастарын жұлады, сұлу боламыз дейді. Жаңа өздеріне ұнамайтын мүшелерін түзеп әуре болады. Бұның бәрі соның жаңағы қуыршақ қыздардың өмірге келуіне ықпал етті, немесе өздерін сондай бір жертваға әкелді. Осы жертваға бару арқылы өздерін құтқарды деп мен айтып кеттім ғой өткенде. Хор қыздары. Енді мұсылманның сопротивлениесі христиан деген ұғым. Христиан деген кезде біздің көз алдымызға кімдер елестейді? Европалықтар елестейді. Сары клетка, человек измерениесі. Бірақ бұлардың носительдік клеткасы ер адамдар ғой. Мінекей сол кезде бұны түсіне алмайды көбінесе. Христиан деген кезде бұлар көбінесе европалықтардың діні деп санайды. Мына язычниктердің көбісі олай емес. Христиан деген жалпылама несі қыз бала. Бұл інжіл қыз балаға арналған. Бірақ қыз балаға арналуының негізгі несі бойынша бұл жерде түпкілікті мақсат пен стратегия бар. Бұл планетаның ұрықтану жолында, көпшікті жинаудың жолында бұлай не себепті істелген. Ал ана орыс деген ұлт, былайша айтқанда неміс, сары клеткалы человек измерениясы, бұл аталмыш информация носители, мұсылман деген сияқты нәрсе ғой. Мұсылман деген мысалы үшін аналық клетканың ақпаратын тасып жүр ма? Мынау енді аталықтың клеткасын тасып жүр ғой. Бірақ қызметі қыз балаға міндеттеледі. Конструкционный представительница. Енді бұлардың түпкілікті стратегиялық мақсаты, маңызы, мүддесі неде? Не себепті бұл жаңағы Исаны бұлайша келтірді? Жаңағы мен неге бұлай деп айтып отырмын? Дистанционный трансформация, бесконтактный плодство. Аллаға серік қоспау, жаңағы ортақ келтірмеу. Сосын мына ықыластың мәні бойынша жиналу. 997 код деп неге бұлардың бәрін айтып отырмын. Планетаның ұрықтану мақсаты, инопланетяновый технологияны жол тарту негізінде адам баласының тірілетін орны қайда? Адам баласының тірілетін орнын мәңгілікке сақтап қалу, ұстап қалу, тұқымын сақтап қалу деген сияқты әңгіме туындайды. Өйткені бұның негізгі қожайыны қыз бала екенін білесіздер. Білуге тиіссіздер. Қыз бала. Ал оның дәнегін арқалап жүрген ер адам. Конструкцияның ішіне түссе бұлар уже.
адам баласының тірілетін орны дегеніміз сол. Көмілген көпшік, баратын жерің қара жер, жердің астына барасың дейді, ақиқат өлім бойынша. Жалған өлім бойынша тірілетін орныңды ізде. Тірілетін орныңды ізде, амалыңды істеп кет. Болды, бұл ары қарай өз алдына жалғаса береді. Ал баратын жерің қара жер, көмілетін жерің ақиқат өлім деп оны бір жақты ете беруге болмайды. Мен айтқам, ақиқат өлім, жалған өлім деп екі мәселеге бөлінеді. Жалған өлім сериясы бойынша жалған өмірдің ішінде бұл кәдімгі амал жасап кету мәселесі бар. Анау мешіттегілер не үшін шырылдайды? Намаз оқы деп. Өйткені ана плюстік позицияны қашап жатыр ақпаратын. Бірақ бұның плюстік позицияның несі қайда? Жаңағыдай айтылып отырған о дүниесі қайда, жұмағы қайда, тозағы қайда, жәннаты қайда? Бұлардың бәрі мен айтып кеттім. Мемлекет деген системаның ішінде, соның ішінде плюсовой позицияны шайтанды жынның мойнына мінгізіп жіберген кезде армия болып саналады. Армия. Енді бұны қалай істеу керек? Армияны тарат деп отырмын. Плюстік позицияны қайтаранаған. Дінді арқалап, Алла деп, Алла Құдай деп, бұны табынып, танымын таппай жүргендерге қайтару керек. Енді өздеріңіз ойлай беріңіздер. Қазіргі бұл теманың негізгі несі, түпкілікті стратегияны жаңағы мен айттым. Адам баласы өзінің тірілетін орнын мәңгілікке сақтап қалу, оны бүлдіріп, тірепкіше пайдаланып, лайлап қирата беру емес. Мұндағы жасалып жатқан дүниенің жалпы сипаты осындай. Ол кәдімгі ақшаға сатып алып, немесе оны жаңағы тірепкіше пайдаланып, болды, бітті, кетті деп. Немесе жаңағыдай мешітке апарып талақтап, қаласа жаңа әйелдік алып, қаламаса жоқ кете беретін дүние емес. Рух контролі бар, рух контролі. Рух деген кәдімгі сізді сыртыңыздан бақылап, көріп тұрған әлемді айтады. Құжаттамалық система, былайша айтқанда, Алла тағаланың жылдам есебінде тұрған дүние. Бұдан ешкім құтыла алмайды, ешқайда қашып шыға алмайсыз. Көміліп жердің астына кіріп кетсеңіз де рухыңызды тауып алады. Өйткені рухыңыз деген не нәрсе болып тұр бұл жерде, құжаттамалық әдіс бойынша. Ол айтпаса да түсінікті ғой, уже ұрпағыңыз екені даусыз ғой. Өмірге келген ұрпағыңыз, ал ұрпақсыз болсаңыз, сізді танитындар, туған туыс деген сияқты нәрселерден түгелінен, былайша айтқанда, бір тал шашыңыздан түгел, көпшіктен, топырақтан тұрғызып қайтадан жинап беретін қалде. Сондықтан бұл рух әлемінен сескену керек, қорқу керек. Жаңағыдай білгендеріңіз істей алмайсыздар. Өздеріңіз ойлап көріңіздер. Мына қазіргі атом, бұл жердегі мәселенің мына үштік ілім бойынша келіп тірелген себебі бұл рухқа келіп тірелетін себебі. Бұл жерде атом қуатының темасы тұр. Ол бір. Екіншіден, көпшікті жинау, звездно-космический контроль, жучок, мен айтып отырған нәрсе. Осы екі мәселе тұр. Егер бұны жинай алса, әлемнің тағдыры шешіледі деген сөз. Яғни жер бетіндегі адам біткен әрбіреу өзінің мүшесі ретінде танитын болса, оны жаңағыдай орыс, Қытай, неміс деп бөлмей. Онда соғыстың сіз үшін де, мен үшін де ешкімге керегі де жоқ соғыстың. Онда ана армияны таратып, бұларды кәдімгі орнына қою керек. Не үшін соғысады? Ана өзінің мүшесін жоя ма? Мысалы, мен сүйек болса, маған ет жапсыру керек болатын болса, мен орыстан әйел алуым керек. Сонда мен етті барып не қылам? Жоқ жіберем ба? Бұның ішінде 0 сауап деген бар, 10 сауап деген бар, 100 сауап деген бар. Бұл сауаптар қалай беріледі? Міне осы мына рухтан жалғанып, қабірден тұрып, тірілген кезде берілетін сауаптар. Сосын жұмақ пен тозақ айырмасында бұдан ары қарай уже инопланетяновый контроль кетеді. Яғни планетарный масштабтағы зороастризмдік қоғамның даму элементі басталады деген сөз. Жаңағы телепортация, күллі нәрселер, технология, бүткіл жер бетінде не қашалды, не жасалды, соның бәрі адам жолында қызметке қойылу керек. Ал қойылмаса, бұлардың жолында атом қуаты тұр. Яғни бұған жеткен кезде атом мүддесін бұлар игере ала ма, игере алмай ма? Міне бұны игіліктеріне жарата ала ма, жоқ жарата алмай ма? Жарата алмаса болды. Кнопканы баса салады, өздерін автоматически жойып жібереді уже бір-бірін. Уже көпшік мүддесі бұл жерде, Құран темасы бұл жерде жабылады. Уже и так ол жауап та келатыр. Болды, жабулы қазан жабулы. Біздің қазақтың өзінің тілінде бұл айтылған. Жабулы қазан жабулы деп. Болды, атомда уже бұлар игілігіне жарата алмайды деген сөз. Ақыл иесі бола алмайды.
уже бұларда человеческий разум проигран. Со счетом 1-0 в пользу языка шайтана деп мен үкім шығарып қойғам. Енді бұның шешімі 7-ші оқ Қырғызстан координатына келіп тіреледі. Жақсы, сау болыңыздар. Бұдан кейін де тағы да толықтырамыз.